Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым, қолжетімді заттардан тұратын осындай ерекше творогтан пирог әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен таза ыдысымызға електен өткізілген ұн саламыз. Қант қосамыз. Қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосамыз. Және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып, қолымызбен осылай видеодағыдай ақырын араластыра отырып, крошки дайындаймыз. Міне осылай крошки дайындап алдық. Енді ішіне салмасын әзірлейміз. Бір ыдысқа творог, қант және де жұмыртқа қосып, барлығын бір келкі масса болғанша араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң противеньге пергамент қағазын төсеп, жаңағы крошкидің жарты бөлігін осылай астыңғы бөлігіне салып, творогымызды үстінен саламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп орналастырып алып, бетіне қалған крошкиларды осылай бетіне сеуіп шығамыз. Содан соң қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Осылай беті сарғыштау болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.